Димаш інім, сен қазақтың маңдайына жазған, жарқыраған алтын жұлдызсың. Жақында ғана алған халық артист атағың құтты болсын, табысың баянды болсын. Бүкіл халық жер болып, біз сенің қуанышына ортақпыз. Сен тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемдік деңгейдегі құрметке, сый-сияпатқа лайықтысың. Біз жақында бір 2 апта бұрын Қытайдың Шанхай қаласына барған кезде қытайлықтар біз қазақ елінен екенімізді тек сенің есімді атаған кезде ғана білдіріп, сенің шығармашылығына ризашылығына білдірді. Сол кезде біздің абыройымыз одан әрі өсті, саған деген мақтанышымыз. 10-15 жас арасындағы бауырларым, іні қарындастарым, осынау құрметтеріңізге атойлатып, жүгіріп, ағамыз келіп жатыр деп құрмет көрсетіп жатқандарыңа Құдай разы болсын. Аман болыңыздар. Сіздермен қауышып, нұрлы жүздеріңізді көріп тұрған менде арман жоқ шығар. Тіл табысып тұрған адамдарға немқұрайлы қарамайтын болса, көңіліне кірбің түсіріп алмаса, оның көңілін сыйласа, адам мінезін көрсетпеуге тырысып бастайды деп ойлаймын. Сол себептен мінезің жақсы болғаннан кейін, жалпы мінез деп айтпай қояйық, жалпы тұла бойың, сенің болмысың, сенің рухани байлығың, руханиятың, ол жақсы болмаса, сіздің кәсіби біліктілігіңіздің құны мен үшін көктей. Қанша жерден сіз керемет талант болыңыз, қанша жерден керемет маман болыңыз, адам есебінде бір мейірім нұр шаша алмасаңыз, жаңағының бәрі жоққа шығарылады деп ойлаймын. Ашылған телемастерма сақынамыз. Здесь проводится не только работа детей, индивидуальные, но и встречи. Также буквально позавчера у нас был великий учитель английского языка из Англии, Ю. Здесь как раз проходила встреча, да, с учителем. Я считаю, что здесь можно много чего. Добро? Да, добро. Балапандарымызды көріп, нұрлы жүздеріңізді көріп, кәдімгідей бір марқайып, қуанып, сіздермен кездескеніме бір ерекше әсер алып, керемет көңілге деп отырмын. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Мына өскелең ұрпақпен, бүлдіршіндерімізбен кездесіп, сүбелі сұхбат жасау мен үшін үлкен мәртебе. Өткені араларыңыздан Құдай қаласа мемлекет басқаратын президенттер шығады, қазақтың даңқын күллі әлемде асқақтататын керемет әртіс те, ғалым да, спортшы да, ұстаз да шығады деп ойлаймын. Сол себептен тек қана қанаттарыңыз талмай, биік белестерді бағындырып, еліміздің мәртебесін күллі әлем алдында асқақтатып жүретіндей болыңыздар деп тілеп кездесуді балалар асыға күтті. Балалардың ойында сіз Димаш аға кішкентай кезінде қандай болды деген сұрақ тұрғаны анық. Біз сіздің мына видеоңызды тауып алдық. Бірге тамашалайық. Бар кезі қайтелі
жадыңызға сақтау, информацияны, ақпаратты жадыңызға сақтау жеңілірек болып тұрған кезде тіл үйреніп алуға тырысу керек. Өнерге деген құштарлықты арттыруға тырысу керек. Сіздердің жаңағыда өлең айтатқандарыңызды көріп, кәдімгідей таланттарыңыз көрініп тұрғанын, айқын байқалып отқанымды айтқым келеді. Сол себептен Алла қаласа, енді алдағы уақытта сіздерден де Димаштан бір мықты бір әнші шығып, мені пенсияға жіберетін балалар отқан шығар осында. Аман болыңыздар. Ең бастысы үлкендерді сыйлап, үлкендерге деген құрметпен, кішіге ізетпен деген сөздерді білеміз ғой, қасымыздағы өзімізден сәл-пәл жасы кіші болса, әлсіздеу болса, оған қамқорлық танытып, қоршаған ортамызға махаббатпен жан-жануарларымыз керек. Сол кезде ғана адам өзінің осы өмірдегі ең басты міндеттерінің бірі, яғни айтқанда миссиясының бірі орындалып бастайды деп ойлаймын. Үлкендерге деген құрметіміз мына көпшілік жерде бір сіздер орындап отқан кезде, ана қасыңызда үлкендеу кісі келген кезде, оның орны болмаса, орындарыңызды босатып беру керексіздер. Ол міндет. Соның бәрін сіздер бұлжытпай орындап жүрсіз деп үміттенемін. Өйткені сіздер мынадай керемет мектепте дәріс алып жатқаннан кейін, осындай ұлағатты ағартушы ұстаздарыңыздан білім алып жатқаннан кейін араларыңызда жаман бала жоқ деп ойлаймын. Ең бастысы бір-біріңізге деген құрмет, адами қасиетті осы жастайыңыздан бастап бір-біріңізге үгіт насихат есебінде айтып көрсетіп жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Сізді қалай айналғаны ұнайды? Дикунай деп еркелетеді, құлыным деп еркелетеді, ботам деп еркелетеді. Енді еркеліктің түрін көрсеттім ғой бала кезімде менде. Еркелеп өстім, ата-әжеге, үйдегі қазыналарымызға, ата-анамызға еркелеп өсіп жатқанда бала өзінің ойын еркінірек жеткізетіндей болып өседі деп ойлаймын. Сол себептен ата-әжелер де немерелерін еркелетіп қойса, немерелер де ата-әжесін еркелеп өссе, ондай бала жаман болмайды деп ойлаймын. Рахмет. Димаш аға, бізге атаңыз бен әжеңіз туралы айтып өтсеңіз. Енді қысқаша мәлімет беріп өтейін. Менің атам осыдан сәл ғана уақыт дүние салды. Осы уақытқа дейін мені бағып қағып, мәпелеп, әлделеп өсіп келген осы ата-әжем. Негізі әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деп айтып жатады ғой. Дұрыс айттым ба, орын шатастырған жоқпын ғой? Осы мақалдың түп тамырына үңіліп қарайтын болсақ, адам қалыптасу процесінде ата-ананың ерекше рөлі бар екенін білет, бірақ дегенмен ата-әженің рөлін кішкене көбірек айқындауға тырысатын болсақ деп өзімнің сондай бір тілегім бар. Неге десеңіз, атаның батасымен көгеріп, әженің махаббатына баулып өскен адам ешқашанда жаман болмауы тиіс деп ойлаймын. Неге десеңіз, ата мен әже өзінің балалары енді шамалы жұмыс бабымен кішкене қолы үзілмей жатқан жағдайда балаға 24 сағат тәлім тәрбиені беріп отырады сол ата-әже. Сол себептен ата-әжемізді, ата-анамызды қадірлеп жүрейік. Негізін қалаушы Әсел Иманғалиқызы да атасының мен әжесінің сүйікті немересі. Өзінің әжесінің тамаша ертегілерін естіп өскен қыз. Біздің сыныптасымыз Серин де сол ертегілерді анасынан естіп өсуде. Ділдә Мәтай қызының ертегісін тыңдап та естіп те жүрмін. Бұл жайда Серин сөйлесін. Енді менің арманым шына келді. Бұл кітаптар сізге сыйлағым келді. Өйткені осы кітаптарды анам оқып жүрді. Енді мен де оқып жүрмін. Сіз де оқыңыз.
сіз отырғызған бөлме гүлі бізбен бірге жайқалып өсет деген тамаша ой. Жөн. Егекші. Сонымен қатар дұрыс, тәртіпті, үлгілі оқушы болу. Өйткені ертең сіздер де өсесіздер, сіздер қазір қалыптасып жатсыздар, сіздер қазіргі таңда өз-өздеріңізді қалай күштеп баптап тәрбиелейсіздер, өз-өздеріңіздің тәрбиеңіз өздеріңіздің қолыңызда негізінде. Ата-анаңыздың беріп жатқан тәрбиесімен сусындап, бірақ дей тұрғанмен өз тәрбиелеріңізді өздеріңіз жасап аласыздар. Сол себептен өскенде менің аға апам деп сіздердің аттарыңыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ мақтанатындай дәрежеде жақсы азамат болу өсу сіздердің қазіргі басты парыздарыңыз. Аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп жасай берсін. Апарып, түнетіп, мінекей саған осындай тағып жүретін кішігірім сарайнаның моделі оқтан, сөзден, сұқтан қорғасын айналайын. Бүкіл осы келіп отырған халықтың